2000 жылы мен және менің отбасым бір қорқынышты оқиғаны бастан өткерді. Ол кезде мен 10 жаста едім. Ата-анамыз 9-шы қабаттан 103-ші нөмірлі 4 бөлмелі пәтер сатып алды. Біз бұған дейін әжеммен бірге тұрдық. Мен әрқашан өзімнің жеке бөлмем болғанын қалайтынмын. Міне, ата-анамыз бұл пәтерді сату туралы хабарландыруды көргенде, олар бұл идеямен бірден келісті. Пәтер өте үлкен болды. Бәріміз оны бізге сатқанына өте қуаныштымыз. Тіпті осы үйдегі басқа пәтерлермен салыстырғанда 2 есе аз болатын күдікті төмен бағаға да назар аудармадық. Бұл пәтерде менің жеке бөлмем бар. Мен оған өте қуаныштымын. Ата-анамыз да пәтерге риза болды. Бірақ көрші тұрғындардан бәрі жақсы болған жоқ. Бізде бітпейтін шағымдар болды. Біреулер біздің пәтердің күні бойы айқайдың естілетінін айтса, төмендегі көршілер төбеден қанағатынды айтып жасырмады. Бізге тіпті бірнеше рет полиция келді. Бірақ біз өзіміз осы пәтерде тұрып, мұндай нәрсені естіген жоқпыз. Шамамен 1 ай өтті. Ол кезде анам мен әкем жиі ұрсатын. Ол үйге келіп себепсіз айқайлайтын. Содан кейін олар айтқандай екеуінің де жүйкесі жұқарды. Анамның да әкемнің де ерсі қылықтарынан мезі болды. Жаздың келуімен біз терезелерді қанша ашсақ та, пәтерге көбірек жарық түсіруге тырыссақ та, күн терезеден тікелей жарқырап тұрса да, пәтер әлде қараңғы және ылғалды болғанын байқадық. Адам терезелерді бірнеше рет жууға тырысты, бірақ ештеңе де өзгерген жоқ. Бір күні әкем түнде келуі керек болғанда, қатты жауын жауып найзағай басталды. Мен теледидар көрдім. Менің қасыма анам отырды да мені құшақтады. Біз сол жерде ұйықтап қалдық. Кейінірек түсімде алдыңғы есіктің ашылғанын естідім. Аяқ киімін шешіп ол қонақ бөлмеге кіріп бізді құшақтап жатты. Мен тынышталып ұйықтай бастадым. Ал анам керісінше қандай да бір себептермен дірілдеп кетті. Дәл осы сәтте есіктің ашылуы тағы да естілді. Бұл мен. Дәлізде әкемнің дауысы естілді. Мені үлкен сұмдық басып алды. Мені тіпті қозғала алмадым. Кіреберісте жарық жанып есікке әкесі көрінді. Ал анаң қайда? Деді. Мен айналама қарадым. Әкем де, мені құшақтаған анам да қасымда болмады. Мен жай ғана дірілдей бастадым. Көзіме жас келді. Әкем қонақ бөлмеге кіріп, шамдарды қосып жақын жерге отырды. Мен оған 1 минут бұрын анам менің қасымда болды деп айтқан болатынмын. Содан кейін анам көрші бөлмеден шықты. Ол сол жерде ұйықтап қалды. Көп ұзамай біз сол пәтерден көшіп кеттік. Ешкім пәтерді сатып алған жоқ. Біз тіпті бағаны өзіміз төлеген бағадан да төмен қойдық. Бірақ бекер. Жақында белгілі болғандай бұл үй бұзылатын болды. Және біз 10 жыл бұрын тастап кеткен пәтер үшін өтемақы алдық. Олар қиратылған ғимараттардың сынықтарынан бірнеше адам қалдықтарынан табылды дейді мамандар.